Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз үшбұрыштар теңдігін әрі қарай жалғастырамыз. Үшбұрыштар теңдігінің екінші белгісі. Қазір мен өткендегі сабақтағыдай үшбұрыштарға белгілер белгілей бастаймын. Мұқият қарап отырамыз. Ал мен не белгіледім? Бірінші үшбұрыштың А-В қабырғасы мен екінші үшбұрыштың А1, В1 қабырғасына бір сызық қойдым. Бұл деген сөз үшбұрыштың бір қабырғасы сәйкесінше екінші үшбұрыштың бір қабырғасына тең дегенді білдіріп тұр. Және В бұрышы және А бұрышын алып тұрмын. Бұл бұрыштар осы А-В қабырғасының іргелес бұрыштары. Яғни сол қабырғаның бойында жатқан бұрыштар. Ал осы бұрыштарға сәйкес екінші үшбұрыштағы В1 және А1 бұрыштары тең, онда бұл екі үшбұрыш тең. Демек біз кешегі бірінші белгісінде қалай айтып едік? Екі қабырға бір бұрыш айтылып еді ғой. Бүгін енді соған керісінше бір қабырға екі бұрыш. Астына жазып қоямыз: А-В қабырғасы тең А1, В1 қабырғасына. Бұрыш А тең бұрыш А1-ге, бұрыш В тең бұрыш В1-ге, онда үшбұрыш А-В-С тең болады үшбұрыш А1, В1, С1-ге. Яғни теореманы толық айтып шығайық. Егер бір үшбұрыштың бір қабырғасы мен оған іргелес екі бұрышы, екінші үшбұрыштың сәйкес қабырғасы мен екі бұрышына іргелес екі бұрышына тең болса, онда бұл үшбұрыштар тең болады. Мінекей үшбұрыштар теңдігінің екінші белгісі осындай. Қазір осы екінші белгіге байланысты есептер қарастыратын боламыз. Ал есепті тыңдаймыз, балалар. 9-да 12-ші есепте мынандай төрт бұрыш берілген. Осы берілген төрт бұрыштағы мынандай нәрселер қараймыз. Бұрыш бірінші мен бұрыш екінші тең дейді. Және бұрыш 3 пенен бұрыш 4 тең дейді. Есептің шарты бойынша А-ды 19-ға тең деп беріліп отыр сантиметр, С-ды 11 сантиметрге тең деп беріліп отыр. Енді есеп бізден сұрайды: А-В қанша дейді және В-сы қанша деп сұрап отыр. Бұл есепті шығару үшін біз мына екі үшбұрышты қарастырамыз. Үшбұрыш А-В-С және үшбұрыш А-С-ды. Не көріп отырмыз? Бұл екі үшбұрышта А-С қабырғасы ортақ. Көріп отырмыз. А-С ортақ қабырға. Әрі қарай бұрыш 1 мен бұрыш 2 тең, бұрыш 3 пен бұрыш 4 тең. Демек, А-В-С үшбұрышының А-С қабырғасына іргелес екі бұрышы А-Д-С бұрышының сол бір қабырғасы мен оған іргелес екі бұрышы тең, онда үшбұрыштар теңдігінің екінші белгісі бойынша бұл үшбұрыштар тең. Мына жерге теңдік қойсақ болады екен. Енді осы теңдіктен келіп шығады, олардың сәйкес қабырғалары да тең, сәйкес бұрыштары тең екендігі көрініп тұр. Ал демек бізде екінші бұрышқа қарсы жатқан қабырға қайсы? 11 ғой. Ал мына В-С-А үшбұрышындағы бірінші бұрышқа қарсы жатқан қабырға А-В. Олай болатын болса, А-В қабырғасы тең С-ды қабырғасына, ол тең 11 сантиметр. Дәл сол сияқты А-ды қабырғасы 19 ғой. А-ды қабырғасы бізде үшінші бұрышқа қарсы жатыр. Ал үшінші бұрыш пен төртінші бұрыш тең ғой. Төртінші бұрышқа қарсы жатқан қабырға В-С. Олар да бір-біріне тең. Олай болатын болса, А-ды тең В-С-ға, ол тең 19 сантиметр. Мінекей үшбұрыштар теңдігінің пайдалана отырып, біз мына берілген төрт бұрыштың қабырғаларын таптық. Келесі шығаратын есебіміз 9-да 16-шы есеп. А-В-С-ды төрт бұрышында бұрыш Д-А-В тең С-В-А-ға дейді. Д-А-В, ол бізде Д-А-В мына бұрыш мінекей. ДАБ бұрышы.
және ол тең дейді СВА-ға. СВА. Мінекей мына екеуі тең екен. Мен қалыңырақ ақпен сызып қояйын. Мына екі бұрыш тең деп отыр. Әрі қарай адының ұзындығы 3 сантиметр дейді. Ады бізде мына жақ мінекей 3 сантиметр. Асы 4-ке тең дейді. Мына асының ұзындығы 4. В-ның ұзындығын сұрап отыр. Мына жерді сұрап отыр. Ал есепті қалай шығарамыз? Және мына жерде мынандай шарт берілгенде АВ қабырғасымен тең бұрыш жасайды дейді. ВД диагоналі, мінекей, мына тұрған ВД диагоналі, асы және ВД диагональдары АВ қабырғасымен тең бұрыштар жасайды дейді. Тағы мына жерде біз мынандай нәрсе жасауымыз керек. Асы диагоналінің АВ қабырғасымен жасайтын бұрышы мінекей мына жер. Осы бұрышпенен В қабырғасының ВД диагоналімен жасайтын бұрышы мінекей мына екі бұрыш тең деп тұр. Түсінікті ғой. Мінекей. Ал енді есепті шығару үшін біз мынандай үшбұрыштарды қарастырамыз. Бірінші үшбұрышымыз мұқият болыңдар қарастырасын. ДАВ үшбұрышы. Және екінші үшбұрышымыз ВДС. Осы екі үшбұрышты қарастырамыз. Бұл екі үшбұрышта бізде не көріп отырмыз? Бұл екі үшбұрышта да АВ қабырғасы ортақ, мінекей. АВД үшбұрышында да айтылып тұр осы қабырға. АВС деген мына үшбұрышта да осы қабырға айтылып тұр. Яғни АДВ, ДАВ және ВАС. Мына жер балдар ВАС ғой. Мінекей асы үшбұрыштар. Яғни бір қабырғасы қызыл, екі қабырғасы ақ болып тұрған үшбұрыштарды қарастырып отырмыз. Не көріп отырмыз? Бірінші үшбұрышымызды қарайық. АВС үшбұрышында, яғни мына үшбұрышта не бар? Бұрыш В, ал ДАВ үшбұрышында, А бұрышы. Бұлар тең, есептің шарты бойынша. Тең. Және тағы да есептің шарты бойынша, ДАВ үшбұрышында, мына үшбұрышта, мына жерге бір деп қояйыншы, бірінші, екінші деп қояйын, шатасып кетпейік. ДАВ үшбұрышында бұрыш бірінші тең екінші үшбұрышымыз бар ғой. Мінекей. АДВ үшбұрышындағы мына бірінші бұрыш АВС үшбұрышындағы екінші бұрышқа тең. Ал АВ қабырғасы екі үшбұрышқа да ортақ. Екі үшбұрышта да сол қабырға туралы айтылып отыр. Ал не болды? Үшбұрыштың бір қабырғасы, оған іргелес екі бұрышы, сәйкесінше екінші үшбұрыштың бір қабырғасымен оған іргелес екі бұрышы тең болса, онда мұндай үшбұрыштар тең. Осы үшбұрыштардың теңдігінен олардың қабырғаларының теңдігі шығады. Демек, мына тұрған В бұрышы асы қабырғасына қарсы ғой, онда А бұрышы ВД қабырғасына қарсы, демек асы тең болады ВД-ға. Ал асының ұзындығы бізде 4 см деп беріліп отыр ғой. Онда ВД-ның да ұзындығы 4 см. Мінекей жауабы біздің есептің 4 см. Үшбұрыштар теңдігінің екінші белгісін пайдаландық. Мінекей құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта біздер тең берілу үшбұрыш туралы мағлұмат береміз. Өте қызықты тақырып және қажетті тақырып. Біздің сабақтарымыз ұнаса арнамызға тіркеліп, өздерінің пікірлеріңді қалдырыңдар және қоңыраушаны басуды ұмытпаймыз. Әрбір сабақты достарымызбен, сыныптастарымызбен бірге бөлісіп отырайық. Келесі сабақта кездескенше.